Интеллигентно оқу жобасында адамдар өз проблемасын айтады, ал біз оны талқылап, шешімін іздеп көреміз. Алиса, поставь музыку. На Яндекс.Музыке много всего, но я выбрала особенный трек. Сәлем достар, мен Ғалымжан және Яндекс Плюс. Наурыз айы, көктем мезгілі, мейрам, қуанышқа толы уақыт. Біз сізге қуаныш сыйлауға дайынбыз. Кино, музыка, сериалда, кітап біздің өміріміздің бір бөлігіне айналды. Осының барлығы ыңғайлы бір жерде, ол Яндекс Плюс. Плюстың тағы бір плюсы, өзіңізбен бірге 3 досыңызды тіркей аласыз. Жарнама, билеттер, концерт Яндекс Афишадан табасыз. Кез келген талғамға арналған музыка және подкаст Яндекс Музыкада. Кітап, электронды және аудио нұсқасы Букмейтте. Кино және сериал Кино Поискта және Яндекс Go. Қозғалыс, такси және тамақ тапсырыс беру өте ыңғайлы. Плюсты бүгін, қазір Q-стенда промокодымен жүкте де 90 күндік тегін керемет көңіл күй сыйла. Мен достарымды тіркеп қуантуға кеттім. Сен де қуаныш сыйла. Қалайсыңдар, қош келіпсіңдер. Так, көңіл күй қалай, бәрі дұрыс қой, а? Жауыр отқан жоқсыр ода? Жауыр отқан жоқ па? Нормально бәрі? Кеш жарық. Кеш. Қалайсыздар? Нұрлан Абдуллин сияқты ма? Нұрболат Абдуллин, неге мен Нұрлан дедім? Кешегі Нұрлан. Кеш жарық достар. Нұрболат Абдуллиннің концертінде болғандар бар ма? Ән тыңдаған жоқ, мен оны емшегін қарап қайттым просто. Концертінде прям мандай көйлек не қайын шешіп соған, вообще. Біз сразу біреудің емшегінен бастадық. Енді кешегідей көттен бастамай қойық? Жоқ, жаймен көтеріліп кетір. Кеше арқа болды, я бел. Так, интеллигентно қуу жобасына Шошып қалды адамдар. лепте болған адамдар шапалақ ұрсыншы. Білет. Аха. Бірінші рет келіп отырғандар шапалақ ұрсыншы. Бәсе түрлеріңнен сразу байқалды ғой? Түрлері пәк болып тұр ғой. Жаңа көт деген сөзге де қалып тұр да. Өзіңді ұстап па? Тұр екен ғой. Менде бүгін бірінші рет. Онда бірінші рет келсе, сразу көт деп айтпау керек онда. Көтен деп кішкене. Еркелетіп па? Еркелетіп жада. Правиланы түсіндіре кетсеңіз, түсіндіре кетсеңіз. Бізде келіп жүргендер біледі. Мен келмей жүргендерге, бірінші рет келгендерге айтайын. Логично. Бізде, Біздің далбай екенімізді. байқадыңдар ғой қандай әңгіме болатын, иә? Енді осы әңгіменің ішіне еще біз проблема қосамыз. Әр адам өзінің жеке проблемасымен бөліседі. Сіз, есіміңіз? Рискі тиіспейік. Микрофон бере сал. Нормально, бәріміз өзіміз отырып, вообще ешқандай На расслабоне отырыңдаршы, бүйтіп. Ауылдың вечерлері болады ғой, ауылдың вечерлері болады. Тамадалар несі бар ғой, оң-оңымыз көтереміз, қасымыздан ұстаймыз, массаж дейтін біреулер бар еді ғой. Менің есімім Ақниет. Ақниет. Мен бүгін бірінші рет келіп тұрмын. Мен дайындаған өнерім бауырсақ. Сосын өзім салатыммен келіп отырмын. Тегін дегесін келіп қалдым. Тегін дегесін келіп қалдым. Айтпа оны! Съемкаға ма? Съемка. Жо, билет ұтып алды ғой. Деп, көтті жауып. Қалай ма? Сіз тегін нәрсеге көп барасыз ба? Тегін деген жерде бара бермей айналайын. Еще ертең мақырда бірдеңе сұрайсың, ә? Так, Жоқ, қай жақта оқисыз? студент? Мен студентім 4-ші курс Абай университетінен. Абая университетінде. Абай университеті бар ма? Абай Абай Құнанбаева атындағы Қазақ педагогикалық университетінде, иә? Абай өзін білген жоқ қой да, Абая болып кететін да. Абая. Менде сұрақ. Пед институт бар, и Абай атындағы пед институт бар ма сонда? Университет. Университет. Жоқ, жемпи дейтін сол ма? Жоқ. Енді жемпидің аты Абая болмайтын шығар? Жабая. Вдруг бір Жабая. феминист женский институтты еркектің атымен қойғысы келген шығар. Сіз неге Ондай креатив болмады ау? тұңғиыққа кіргізіп жібердіңіз? Жоқ, неге сендер Абая дейтін университет женский болу мүмкін емес деп жоққа шығарып жатсыңдар? Вот. Кстати, прикольно, да? Абая болса женский болуы мүмкін, Абай болса мужской. Абай болса музыка. Абая, да. Негізі жемпудың аты бар ғой оның. Қандай? Жемқорлық. Қандай? Қазақ мемлекеттік қыздар. Просто ешкім атында емес қой. Оны андай жемпу деген орысшасы ода женский бірдеме дейтін сияқты ода. Бірдеге білім жетпей қалыптар. Қазақша қыз пу ғой, ә? Қыз пу? Қыз пу. Қыз фу? Қыз пу. Не күшті қылып қою керек қой да? Так, Ақниетке оралайық. Ақниет қай курс, мамандық?
4-ші курс мамандығым мектепке дейінгі педагогика. Мектепке дейін Мектепке оқисың. дейінгі типа жетпей сабақ бересің ба мектепке? Иә. 4-ші класс па? Жолдың бойында. Жолдың бойында мектепке дейін. Оқып ал. Көшеде жігіттер осы көшеде бүгін. Мен балабақшада Завод жаба тәрбиеші тұрсын. болып жұмыс жасаймын бұйырса. Бұйырстан бірінші айту керек. Бұйырмаса жасамайсың. Мен 4-ші курспын ғой. Иә. Сен грант оқисың ба? Иә. Бәсе, тегін нәрсе жақсы көресің ғой. Стипендия қанша? Стипендия 58. Еще ақша аласың ба? Иә. Ай сайын 58 мың түсіп тұрады ма? Әдемі ғой да. Почти жұмыс Так, істейді менде ғой. сұрақ, сен жаңа келген кезде чай іштің ба ана жерде крафттан? Жоқ. Тегін етші. Неужели? Чай ішетін болсаң төлейсің. Тегін чай бар, если что. Тегін чай су ана жерде болған. Қазір бітсін. Печеньенің бәрін теріп алып кеткен ба? Артур да бүйтіп отыр ма? Давай. Тезірек бітіріңдерші. Шешім келіп батыр деп. Пакетін алып шығып па бүйтіп съемкадан кейін? Жоқ, практикада балабақшаға бардың ғой, Иә, бардым осы кезде барып жүрмін. Қалай бәрі барып аяқтап жүрсің? дұқпа ма? Иә. Осы кезде типа қазіргі уақытта деген сөз, иә? Иә, қазіргі Қай уақытта. жақтықсыз? Мен Қызылорданікімін. Ұста Данияр өзіңе. Танымаймын деп айтасың ғой Даниярды, иә? Мен Павлодардікімін ғой, просто Қызылорда. Иә, Қызылорда десе сөйтіп айқайлайтыным бар да. Қызылордан өзінен. Қызылорда Жалағаш ауданы. Мысал үшін сен балабақшаға барып жүрсің, практикаға. Ол жақта Балабақша барып жүрсе. бір проблема байқадың ба? Көзіңе бүйтіп бірден түскен. Мынаны дұрыстау керек екен дейді. Жалпы балабақшада. Балабақшада не проблема болуы мүмкін. Типа жылу жоқ деген сияқты да, типа. Жоқ, барлығы жасалған. Құдайға шүкір. Мәди Ахметовтың қарындасы келіп отыр ағайындар бүгін. О, балабақша Мәди Ахметов атындағы балабақша. Қасыңызда отырған шығар. Бастық емес па қасыңызда отырған? Неге өйтіп мақтап Иә, кеттіңіз? сізбен танысақ, рахмет Ақниет, жұмысыңыз алды. Жемісті Бұйырса, болсын, иә, иә. балабақшаға кіре беріңіз. Андай күшті болды, ана әңгіме соғу күшті болып кетті. Болашақ педагог қой. Дұрыс әңгіме айта алады. Дұрыс әңгіме айта алады. Балаларымызға осындай адам тәрбие берсе жақсы емес пе? Сізге де бір-екі тәрбие керек сияқты. Сізге алдымен әйеліңіз тәрбиелі болу керек. Иә. Сосын бар бала, одан кейін балаңыз бірінші нәпсісін тәрбиелеу керек ол. Не ана көлемін бәрін ашып уже дайын тұрады. Бұл арасында ойлап қалады, нұрболат сияқты денем бар деп. Жоқ, енді біреуде көкірек, біреуде қарын. Жалпы көрсем деп шештіңдер, иә? Хорошо. Есіміңіз? Мен атым Нәзірке. Просто Нәзірке. Фамилия жоқ. Просто Мария деген ол да, иә? Просто Назер. Фамилия деген кім шығарған вообще десе? Жоқ, фамилиясы просто Назерке шығар. Назерке просто Назеркеевна. Негізі Простаева болғанда, Просто Назерке. ван алып тастағанда просто Назерке болды. Назерке студент. Ал жақсы. Рахмет. Мен де Бірге Абайда шірген үшін. оқимын. Аха. Дәл Ақниет сияқты ма? Иә, Абайда, иә. 3-ші курс. Сіз Абая демессіз. Мен Абайда. Алыс екеуінің арасы. Бір әріп қой целый. Бір әріп, иә. Менде мынандай сұрақ. Неге сұрақ бітпейді? 4-ші курс пен 3-ші курс сіздер құрбысыздар ма? Жоқ, мен басқа подругаммен келдім. Ана қарабай Осы ішке кіргенде адасып кеттік. Почему ты Және ауыстырып жіберді ғой. Мен алдына келіп қалдым. Сіз подружкаңыз қай жерде отыр? Сіз айлық 14-ші подружка. Қайда? Ана, екінші қатарда ең шетте. Ё-мо, вообще неге былай отырғыз қойған? Жоқ, сіз подружкаңыз қасыңызға барғыңыз келіп тұр ма? Подружкаңыз түрі әдемі ғой? Иә, әдемі ғой. Неге ана жаққа отырғызып тастаған деген ғой? Кім отырғызды? Нұрмахан қос көтесін деп. Байка сендер ма? Отырғызып тастаған? Жоқ, Байка өзіне қарай тартып алған ғой, көріп тұрсың ба? Шетіне ма? Подружкаңызбен отырғыңыз келіп тұр ма? Байка андай. Нерге отыр, нерге отыр. Жүр. Нерге отыр. Такси шақырып нерге отыр. Нұреке? Үйіне барып нерге отыр. Нұреке, мамандық. IT. IT? Иә. Педагогикалық университетте IT-ді үйретеді. Ең соңғы біз. Ең соңғысы. бала кетіп қалғаннан кейін келеді да бұлар. Оқып алуға бола ма компьютерді? Ең соңғы біз. Соңғы қарлығаштар да? Не үшін? Қарлығаштар? Сол айтады ғой, типа соңғы ұшып бара жатқан қарлығаштар. Все. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Так, Назерке, неге соңғы сендер? Одан кейін техникалық мамандықтарда басқа универге ауыстырып жіберді. Тек қана педагогтарды қабылдайтын болды. Жоқ, енді соңғы сендер емес қой, 4-ші курс бар шығар IT-да? Бізден алдын ба? Иә.
болу керек. Соңғы болғанда қалай? Бұлар соңғы ғой, бұлардан кейін оны енді қабылдамайды. Мамандық болмайды, ондай мамандық болмайды ғой. Иә. Все. Әркім Бұл өзінше. ата ғой, ана жеткіземіз жайлап. Түсінікті. Иә, қаттырақ сөйлесің. қалай түсінікті Сонымен не істейсің вообще? Жоқ, ақпарат Компьютермен жұмыс істеймін. Компьютермен істейсің, иә, болды, бізге сөйтіп айтшы. Арал жетеді нормально компьютермен. Уже қоса аласың ғой, да? Қоса аламын. Болды ғой, нормально. антивирус қоя аласың ба? Баяғыда бізде информатикада не болды да мектепте? Біз ана замандық болдық, информатика сабағын дәптерге жазатындардың қатарында болдық, короче. Вот біз мен Мониторды қолмен саласың ба? Қолмен саласың. Пуск деп, екі квадрат қылдырасың. бля издевательство ғой мысалы. Еще бит жазасың. Пуск, программа, стандартный игры ғой. И бізді бір күні ана информатика сабағы кімде сондай болды, кабинет андай түрме сияқты болды. Қызыл решеткамен болды, көк решеткамен. Ема бейшаралар көп екенбіз ғой. Ішіне кіргізді, бізге экскурсия қылып алып келді. Андай типа динозаврларды көрсетеді ғой мына жерде. Сондай болған деп ана компьютерлардың бетіне ақ бірдеме жазылып тұрды бүйтіп. Ашпандар деді еще біз. Сөйткенбіз біз. бізге де сондай көрсетті да 3-ші этаждағы бір тоже компьютерный класс бар екен, ол жерде корвет дейтін 81-ші жылғы компьютерлер ана Арты бар, тит деп қосылады. Зарлама. Он осымен қосып ойнай беріңдер. Тит қашыңдар. Кешіріңіздер. Дұрыс болады. Мен есімде ана бір Ана компьютерлар жарып жіберу керек қой негізі, да? информатика сабағында ана бір ең бірінші мектепке LED экран алып көрсетеді. LED па? Қандай бірдеңке доска. Иә, бірдеңе доска дейтін еді. Интерактивті доска. Вот ең бірінші қойған кезде тоже Интерактивті доска деген қалай кетті? Тақта. интерактивті тақта. Интерактив тақта. Сол тоже ана мен үшін технологияны ең бірінші көріп миымда технологияның дамыған сол кезде болған. Мектептің директоры келіп бәрі ішіп кеткен уже кешкісін мәз ғой дыш ағайдың бәрі біздің мектеп заманауи деген сияқты. Соны өмір бақи қолданбай кеттік бар ғой. Тілін түсінген жоқпыз тупо ана. Сен қайта бертін келе ғой біз жаңа. Дәптерден ба? Мен дәптердің үш жағын көріп үлгердім тоже. Бізде бар ғой информатика. Дәптердегі компьютер қосылмайды ғой. Информатика сабағы басталған кезде отырамыз ғой мысалы 16 компьютер ма? Біз 26-мыз. 10-ы партада отырады дәптермен. 16-сы компьютерде отырады. И компьютерді қосыңдар дейді ғой, қосамыз ғой. Анау қосылғанша жарты сабақ өтеді ғой анау. Böyle 16 пылесос қосылған сияқты болған. Еще почему-то ақ халат кигізетін бізге. Кактус алып келу керексің. Ақ халат киесің. Неге кактус қарындас? Типа радиацияны ақ халат қайтарады екен. И кактус радиацияны өзіне сорып алады екен, короче. Солай ма? Сондай теория бар. Әлі бар ма ол? Рас сияқты ма? Рас сияқты ғой, сіздер көріп тұрған жоқпыз. Компьютер заманына кетпей ақ қойық та қиын болып жатыр. Сен 90 нешесің? 5-сің ғой? 90-60. 90-60-70. 90-60-90. 95 қой. 95-сің ба? Иба сен новыйсың ғой, Иба біздің арамызда. Қумаш қандай новый мен. Кіндігінде салафан көрдім мен. Айфондыкін деп алып тастайсың. Жоқ, қойсыз, кіндігінен алып тастайсың, емшегінен алып тастайсың. Коробкада. Новый ғой, сүрт шығасың деп таза. Жасым 27-те уже. Бля, сендермен жүріп қартайып кеттім, кетіңдерші. Жоқ, әсер етеді. Сен бар Мысалы, ғой. мен вообще мынау Pentium 3-дің заманын көрген емеспін, но сендердің қасында жүріп мен түсінетін болдым соңында. Сендер натуре по идее мен үйленбей жүргенмен сендер кінәлісіңдер ғой. Мен, мен үйленгем. Нұрмахан мен. Сен мынау кінәлі саған. Сен бір үйде тұрасыңдар бе? Бір комнатада. Ертең бір. Төсегіміз бір. Бір айдан кейін. Ниетіміз бір. Құрсына ойнайды. Ең бастысы Сол мына шапалақтайтын нәрсе емес. Бір айдан кейін тұрмаңдар, жігіттесіңдер, айтатын бір темамыз бар деп. Мен Нұрмахан шын сүйіп қолым. Жоқ, мен жалпы негіз бар ғой, мен байқаймын ғой, өзім мысалы аңсаған бәрі достарымыз ғой. Нұрмахан больше ұнайды десе. Шалға опыт. бәрін көрдім. Нұрмахан нормальный екен. Былай нормально, а? Бүгін аузыма ұшық шығады мен. Короче, мен бар ғой, мен байқадым да, сендермен. Менен ба? Мына ойы бар ғой. Бля, мынау опасно, жігіттер, мынау опасно. Негізі мен Галаны енді көріп тұрмын. Үйде көрмеймін. Тыңдайықшы Галаны, иә. Негізі Біреуіміз көреміз, өйткені ол артқарап тұрады десе. Жоқ, айнады, все, фух, аптаны, нахуй кет. Алас бар ма бірдеңе десе, адреспен. Короче, мен... Артыңа қарап жүрші. Мойын қайырмайды бір ауырады. Қазақ елін не істеп отырық біз, ютубтан көреді. сен байқайсың аңсаған деп Аңсаған онша емес. Жоқ, короче, алай ғой, мен достарым көп қой енді, өзім құрдас. И көбісімен, Таразда да, районда да, көбісімен бүйтіп әңгіме айта алмай қалғанмын ғой.
Неге? Бірдеңке айтсам. Сразу движение кетесің ба? Мына бар ма бірдеңке? Бір Қиналмай өлтіресің. мезекке қыз бар ма? Мына көкем деген болды. Пластмасс қыз әкеліп берейінші саған. Жа палау жеп алғанмын ғой содан. Плов берсе сөйтіп құтырады. Бұл информация не үшін? Бір күні пловқа не қосып беру керек? Давай кет. айта бер, мен сөз бөлмеймін. Ой жан вообще. Короче, сондай да, и мен балдармен әңгімем жараспайды. Жараспай бара жатыр. Дұрыс қой енді еркексің ғой. Дұрыс қой енді ер адам емес. Мен вообще Сен құрттынан ана гейсің. Мынау мен істеп отыр. істеп алдың. Саусағын жаладың ба, аккуратно? мен тісім өтпейді қазір. Короче, мысалы вообще кішкене әңгімем сендердің қасында жүріп мен уже андай чисто көне әңгіме айтатын боламын ғой. Строго. Қалай сонда бесік Мысалы, өткенде сен айтпақшы бал уже нетем. Жақсы онда галан проекттен шығарып салайық онда. Жігіттер. Негізі ол әсер етеді сенің Өте айналаң, сенің іс-әрекеттеріңе, талғамыңа және көзқарасыңа әсер етеді. Мысалы мен всегда айтамын, Ғала мен Нұрмахандар неге үйленбейсіңдер? Өйткені сендер пацандармен тұрасыңдар да. И сенің 18 я пацандар дейтін Какой тебе семейде пацандар? пацандар дейтін жігіттер деген сөз да. Сіздер жақта типа щегол деген сөз ба? Жоқ, біз жақта ит. Мен жарайды, жігіттермен тұрғаннан кейін Павлодарда ондай емес. үйленгің келмейді, үйленбеген жігіттермен. А егер де сен үйленсең, мысалы мен Үйленсең үйленгің келеді десең. жоқ, үйленген 4 адам үйленген, и сен 5-ші болсаң, сен үйленгің келіп кетеді. Мысалы өткенде отырыста кімдер Жансаймен име болды ғой, новоселье болды, Дико мен Жансайын үйінде. Сол кезде иә, семьямен отырды, Гала шықты да, братан үйленгің кетті Бля, деді. сол күні үйленіп кету керек депті. Ертесіне жанайға шығып, наған келдім болды. Ертеңде чисто холостяктармен отырды, үйленбеген кайф. Гала, үйленбей. Үйленген Не адам. советую. Не істедің, қашан келесің, не істеп жатсың, біреумен не істеп жүрсің бә? Жоқ, смотри, кімге үйленесің? Нұрмаханға? Емақ кетіндер қойындаршы болды. Бә, мен Жоқ, елестетіп бә. отырмын. Вообще саған қыз ондай ма? Неге біз гейский темаға кіріп кеттік? Сол шығайықшы. Әдемі тема ғой деп. Жоқ, просто андай ғой сұрағым келгені. Олай болса, бүгінгі кешіміздің қонағын шақырайық. Бүгінгі интеллигентна қу жобасының қонағы ННН Нұрдәулет. Ал Нұрдәулет, қош келіпсің. Всегда қайыпта. Мобилографы міне жерге дейін келді ғой. Колонка кіріп кеттім ба? Нұрдәулет амандасқан ұнады бүйтті. Қалайсыздар, амансыздар ма? О, Нұрик, неге бұлай амандасын? Арғатан Қытай ма? Не нәрсе? Адам кәдімгі жиналып қалыпты ана жақта қарап отырсам. Иә. Басқаша екен. Алып қалады екен не? Мынаның бәрі не ғой, живой адамдар, гиф ғой. Басталды! Активный! Жоқ, мынаның бәрі көрерменде сен үшін жиналған. Рахмет көп шынымен барлықтарыңызға от души. Бір iPhone береді дегенбіз. Бір iPhone береді дедік, машинаны береміз. Бір машинаны беретін едік оған десе. Әр жерде ішінде өздері жинап қойған жоқсың, өздері келді ғой. Иә, билет сатып алып. Үй шақыр. Ішінде Алишер ғана шақырдық, қалғандар өзі келді. Ой, рахмет. Әлшер деген Нұреке, сен Әлшер емес, короче. Мен микрофон естіп тұр ма? Істеп тұр. Жоқ, сен Нұреке демеймін, ұқсаспа. $3000 берші, қалай сайрайтын көресің. Комментария жазады, 5000 бер, болды. Қалжындай. По-любому айт. Қалжындай. Біз жалпы қалжыңдаймыз. Бұл байқадым. Қалжың баспыз. Байқадым. Машина алдың ба? Машина алдың ба? Жоқ, алған жоқпын ба? Өртедің ба? Өртегенде жоқ. Өртеген жоқ қой. Соғып алдым. Соғып алдың. Ол хайп Сен де емес. соғып алдың ба? Хайп емес. Менің кесірімнен соғылды. Не болды, брат? Мен просто Инициатор сен білмеймін. болды ма, типа үйсүйік деген? Жоқ, идея Типа соқсайық дедің, соқсыңдар. Иә. Инициатор деген сондай Россия ғой. мен Украина сияқты ғой, типа. Ауыр ғой. Нұрдәулет кіріп кетті. Нұрдәулет кіріп кетті. Түсінбей жатыр оны. Қарап отыр, мен айтамын, былай ма, Ана былай не ма. болады ғой? Электрошокермен стулға отырғызады ғой. Сондай отыр ғой. Жоқ, менде просто былай болды. ТикТокта көрген кезде кім Тикток кіресің ба бірінші? ТикТокта ойына салып нормальный адам сияқты ТикТокқа кірем. И Қыран Талапбекте шығады, машинасын соғып алды деді. И жаңағы Алишер машинасын соғып алдым деді. Онда ННН дейтін әңгіме болған жоқ та, ол при чем тут сен? Мен секірдім ана, мен кесіріме соғылды. Мен бумаганың үстіне секірдім да. Сон бумаганы қағып өту керек болды. Қандай бумага? Туалетте отқан кезде секірген ғой. Коробка ма? Иә. Жоқ, туалетный бумага. Реально ма? Иә, сондайдан неше штук
100 мың 100 мың қалың Йо, бізге әкеліп тастамадың ғой? Жеткізе алмай 4 жыл тышатын еді. тоқтамай Кешіріңіздер осы нәрсе. сондай болды секіріп машина тоқтай алмады қадалып қалды ар жаққа барып стенді расчет жасаған жоқсыңдар ма сонда? жоқ расчетта тормоз ұстамады акимат тазаламаған ғой жолды мына жерде ертең бір жігіттер келіп бумага төгетіндер тазалап қояйық деп. Так, құрметті Ерболат Досаев. Вот. Нұрдәулеттің сізге обращениесі бар. Енді ол машинаны кім қойып береді? ешкім қойған жоқ кетті уже болды сатып жіберді сол күйі По запчастям. иә Қаншаға кетті? 3 мыңға. білмеймін оны әлишер сатты ғой Сенің машинаңды. кінәлі болғаннан кейін өзімнің машинамды бердім оған Блядь, сендер машинамен атасыңдар ма? сондай болды бердіген Неге мен сендердің дос емеспін? Біздікілер гала счеткадан қанша шықты лақтырып жіберіп осы әңгіме. Жоқ, гала қанша шықты? Біле мен жеген жоқпын ғой. Біздің достық осы. Не деген щедрый адамдар машина бере салады. Риск Нұрдәулет кірді ғой. Машина. Ең қымбат беріп сондай сыйлай салғаның машина ма? Одан қымбаты бар ма? жоқ өзім машинамды халыққа сыйлаған бар болды Халыққа? иә Бір адамға десей? бір адам емес 6 адам алды 6 адам алды. Ол 6 халық. иә 6 халық Бір машинаны 6 адам алды ма? иә 90 миллиондық машинаны Оны бөледі. бөліп алды өздері сатып Типа арт жағы менікі. Всегда арттан түспейсің, не қойын менікі. Күнде алтауы келісі бір уақытта жиналып қаланы аралайтын болса. Тірлік өнбейді. Сенде еще Қазақстаннан емес басқа мемлекеттен де алады, иә? Кореядан бір адам алды екі адам Өзбекстан үшеуі Қазақстан Оны қалай дейді? Қазақтар ма бірақ? жоқ анау екеуі өзбек ал Кореядағы қазақ метис қой Жоқ, мен аны түсінбей жатырмын. Машинаны бұлар мал сияқты бөліп жілікке сатты ма или қалай вообще? сатып бөліп алды ғой. Ақшаны бөліп алды. Би алтауы да қазір OLX-ке қойып қойды. OLX қайда сатады машинаны? Колесада сатады. алатын келіп алып кетті уже болды сразу Колесо тұрады ғой, и хозяин 6 нөмір тұрады. Әрқайсысынан біреу 90 миллион дейді, біреу 87-ге береді дейсің. Айбай, короче. Ол қай машинаң сенің? Сары ма? Сары машина. Скорпион. Мерс, иә? иә Бәрін оқиды екенсіңдер ма? Жамандап бәріміз. Инфополе, по идее бар ғой, бір жаңалық шығады ғой, сондай. Инфополе полностью сонымен. бір қызығы жаңалықтарға только жаман нәрсені сала береді неге соны білмейсің Ол жаман нәрсе ма? Сен машина ойнап отырсың, жаман нәрсе. Айтып қойсай. Авария түскен жақсы ғой, иә? Типа машина соғып алғаным жағып алғаным жаман нәрсе ғой негізі сондайлар Ол жерге акимат кінәлі. Поэтому айтып жатыр. Сенің кінәң. Түсініп тұрмын, короче, неге мен машина сыйлағанымды, халыққа жақсылық жасағанымды айтпайды, неге тек қана соғып алғанымды, жаңағы нәрселерімді айтады дейді. жоқ оны айтсын деп жатқан жоқ просто деп жатқанмын негізі ондай неге ондай түсінбеймін да мен соны Негізі сен не үшін істейсің оны? мен өзім үшін істеймін просто жоқ мен мынау соғылған да өзім үшін мен ешкімге айтып жатқан жоқпын жақсам да өзім үшін жабады өзім машинам ешкімге зияны жоқ ешкім зардап шеккен жоқ Жоқ, сен оны видеоға түсіріп жатрсың ғой. өзім үшін ғой Жоқ, салмаса сен. жоқ өзім үшін ғой Өзің үшін болса білесің. Бәрін күшті деріс қылып түсірді да салмаймын. Машина жанып кеткен. Тым жақсы алмаймын. 7 камераны анимат етіп, өзім үшін. жоқ оқырмандар үшін Үйде ғой үлкен экран аласың. Үлкен экран и астында бір просмотр. Статистика. Күшті ғой? Жоқ, андай мен бір рет машинаңды өртейін деп жаттың ба сен? иә Сол пахан айтады да, машинасы өртеп жатыр ғой деп сияқты да. И андай неге өртеу несі бар вообще блогерлерде неге машина өртейді или вообще Сол бір-ақ рет болды ғой, Литвин дейтін. Литвин өртеді Литвин өртеді, содан кейін сен Жоқ, ол кәдімгі өртеп тастады до конца. ол өртеп тастады кәдімгідей сен өртеген жоқпын мен до конца До конца өртеген жоқсың, күйдірдің просто. иш шығарып жібердің ғой, иш шығарып жібердің. Адыраспанда ишін шығарып жібердің. Әруақтарға еш шығарайық дейді ғой. өртеу дұрыс емес екенін көрсеттім бір жағынан ну одан да берейік халыққа деп ше не істейміз қайталап орыстардан өзіміз иә не істейміз россиядан Естіп күтіп дұрыс. Мен де по идее какой-то момент ішім ашып кетті, типа, блин, мынау өртегенше неге бере салмайды деген. Маған деп па? Брат, менде бар ғой бүкіл таныстарым, мен даже білмесем де бүкіл таныстарым репост жасайды. Инстаграмда шығады, сториста шығады, и сен хочешь не хочешь, жаңағы инфополе дейтін, по-любому мен қоршап алады, мен даже подписан болмасам да. И тиктокта да тура сол. Жұмада да айтты ғой еще. Сөйтіп айтты ма? Иә. Ысырап деп па? Жоқ, молодец деп. Біреу туып жатса ана жерде. Нормально, жақсы. Иә, мына жерге отыра тұршы кәне да. И сразу тұсау кестіріп жіберсе Аузына түкіртіп па? Еще WhatsApp-тан голосовой жіберсе. Ол демекші. Неше рет Қашан тудың десің. Неше рет тұсау кестің, неше рет біреудің аузына түкірдің.
түкіргенде Машинадан кейін мен маған түкірдің түкір дейді, мен түкірмеймін. дұрыс өте дұрыс. Мен есеп кішкене, мен әлі жаспын ғой. Үй түкіреді. есейген соң сәл Иә, есейгесін. түкірік жиналған соң жинап барып Қазір Бүкіл халыққа түкіріп кетіп қалды. жоқ, қазір әлі үлгі болатындай емеспін ғой деймін да, айтамын түкірмей жоқ, түкірмеймін деймін. Бірақ тұсауын кескенде жанында бүйтіп бір қайшының бір бетін ұстап тұрған, сондай болған, иығын ұстап тұрған. Сондайлар болған. болып кетіп жатса деген сияқты. Полностью мен Мен қатысым жоқ. Мен тек анау ұстап тұрдым, короче. До конца делада болған жоқпын. бір иығы ғана қуып кетеді. Жоқ, біз көшеде кетеді да, акиматқа кетіп жатыр. Сондай. Жоқ, баршасы енді әлі ертең 30-дан асқасын бір шынымен бір пайдам тигесін, үлкен істерді істегесін, сол кезде можно істеуге. КамАЗ өртеген кезде. КамАЗ, пойыз өртегенде, самолет. Нешедесің сонда? 25-ке толдым. 25-ке толдың ба енді? үлкен не нәрсе есебін шығарып тастады. 2000, тұтас 2000. Нұрдәулет. Менде Міндетін атқарды. Жалпы менің көкейімде жүрген бір жым бар дейді, жым бар. Мен білмеймін ғой, бар ма жоқ па деп сұрап жатқан. жоқ менде брат. Бол все. Шугаринг деген бар ғой. Шугари everybody. Жоқ, менде мынандай сұрақ, короче. Біз, короче, ауыстың футбольный полясында постоянно футбол ойнайтын, осыдан 2 жыл бұрын жазда. Если что келіп тұр десе. 2 жыл бұрынға. 2 жыл бұрынға. 2 жыл бұрын келіп тұр. Сөйтіп сол жерде келеді ғой артқа қайту. Сатпаева деген көшеге шыққан кезде бір ЖК бар да, и сол жерде футбол ойнап шыққан кезде маған аңсаған ба или галма постоянно айтатын. Мына жерде ННН тұрады, балалармен дейді бір квартира снимать етіп дейді. Сол кезде и менде мынандай бір логический сұрақ туады да, сендердің бәрінде ол кезде 20 миллиондық, 30 миллиондық машина бар. Иә. Неге квартира жоқ сендерде? Бар шығар. Неге снимать етіп тұрасыңдар? Жоқ, квартира сдавать ететін шығар. Жоқ, Мен квартира. өз жауап берсін да. Иә, квартира. Сондай бағдарламада отқан жоқ па? Өзі жауап берсін. Бұл қайырлы таң дейтін бағдарлама. Неге 80 Бізде азғантай реклама деп кәдімгі. 80 миллионға машина алғанша неге үй алмасқа? Иә, дұрыс, өте сұрақ. Жоқ, Сол ответті күттім мен бір екен. жоқ, мен жұмысым блогер ғой. Егер мен ремонтпен айналыссам, егер риэлторствомен айналыссам, квартира түсіретін нәрсе болса, квартира алатын едім. Мен 80 миллионға 2 комната квартира қанша, 80 миллионға бір ламба мінгенім жұмысыма өте пайдасы тиеді. Сондықтан да мен жұмысыма инвестиция ретінде қарап, жұмысыма серьезно қарағаннан кейін Пенсионға жүре ма сендерде блогерлар? иә, жүрек. Кәдімгі ИП-мен жұмыс істейсіңдер. ИП Нұрдәулет па? ИП Нұрдәулет компания ғой. Компания аты? Мавида. Мавида. Значит, сен, получается, ақшаға, квартира дейтін сенің бизнесіңа... Иә. Мен квартира аламын, машинам қазір сатып жіберсем аламын ма квартира, бірақ не істеймін мен квартира? Одан да Тұрасың? 150 миллион. Жоқ, мен жұмысыма Алып темекі шегіп, блядь. Сыртында айтсам көріп. Білмей жатсаң, квартирасы жүрген халық көп. Охо, жақсы. Міне, жақсы. бер жерде саласың. Квартираң өртегенше халыққа бермеймін ба? Жоқ, негізі мен үйленгесін тұрамын ғой, түсінің ғой примерно, үйленгесін тұрам. Әзірге мен 150 миллионы квартираға мен 500 мың теңге төлеп тұра аламын да айына. 150 мың деген алып ақшаны замалыс кетіп тастағанша 500 мың төлеп әртүрлі квартира тұрғаным жақсы, жұмысыма байланысты. Егер семейный болса, одан да мен квартира ала салғам жақсы. Так что әзірге жұмысым бар, жұмыс сіздерге де айтарым, егер де жұмыстан жақсы көрсеңіздер, жұмыстарыңызға вложение құйған жақсырақ. Мен қанағаттандым. Мына курс сатайын деп жатыр. Мына уже дайындап жүр. Әкеле жатыр ма? Әкеле, жай, разогрев Қаншадан болайын деп жатыр енді? Жоқ, курс сатты. Саттың ғой бірақ, Иә, SMM саттым. SMM? Иә. Мамансың ғой сен SMM? Иә, мен маркетологпын ғой, мен нөлден өзімнің аккаунтыма маркетологпын почти, мен енді ешқандай команда жоқтығын, өзім істедім бәрін, менде YouTube каналы бар тұғын. Бар тұғын? Өзім чуть-чуть эго пайда болды. Кекіре басаң. Жоқ, кекіре бер. Халық көтереді, ерке бала кекірі. Красавчик, по идее. Осылай бітірейік. Жақсы. Қанатыңа бір бауырыңды алып ал. Дархан фотоға түсіріп жіберейін ба? Мен ондайым бар. Дархан деген ағаң. Андай бүкіл жерде сондай болады осы ағаң. ННН-ді бір видеодан көргем, андай. ННН-ді? Бетіне ННН деп айтып отқан бір түр екен. Енді қалай? Или Нурик деп айтайық. Нурик деп айтайық. Мына біздің братишка Алматыға келіп тұр ғой. Не, тикток ашты ғой бірінші рет. Тикток ашып тұр да. И ашады да, ННН, салам алейкум. Оның ойынша ол сені оқиды, короче. Көресің, короче. Сразу тикток. Жақсы. Ана видео болды да. Жақсы екен біліп тұрмыз оны. Сіз бағалап шешіп жатсыз ба ана жерде?
бір инстаграм мынау жақсы ма Нұрдәулет? короче бір метрода толпа жиналып тұр, ішінде Нурик тұр, короче. И біреу алма береді. Шын ба? Шын болған оқиға ма? Шын болған оқиға. Біреу саған толпаның ішінен алма береді де, сен алманы тістей аласың да, ойбай ораза екен ғой дейді да. Иә. Осы жерде какой классный дейтін немелер кетті да. Мен ішімнен Не істеген? міне Білем, аралда бізде 1 сағат кеш жүреді. міне сен ініненсің, толпаның ішінде Мен ба? Еба! Мен Подписчик қарат. Сөз көтере алмайды. Алма, кедейді сотқысың. Кедей сотқа. бүйтеді да, мына жерде Подписчик ашсын. толпадан біреу түсіріп тұр. И сен толпаның арасында тұрсың. Сосын келеді де, Нурикқа біреу алма беріп жүреді. Мына жерде түсіріп тұр видео. Ол алманы алады да, тістейді де, шайнап да, ойбай ораза екен ғой деп түкіріп тастайды. Бұл сонда ауыз бекіткен айтқың келді ғой сол кезде. Жоқ. Мен мынау еще ораза ұстай ма деп па? Жоқ, имеется в виду, ішімнен Еще оң қолмен жеді ғой деп. оң қолмен жеді. Еще ораза екен ғой деп қол тұрса. Аманшылық па? Аманшылық па? Еба шошып кеттім. Апы жүрген бір уақыт сайына жаққа қайтып қалдым. И сол моментте, короче, ана толпа ха-ха-ха деп күлді да, бір жағынан ана толпаға күшті мысал болды. Ораза күлді ма? А? Ораза күлді ма? Жоқ, типа... Ораза кезінде, брат. Жоқ, андай ситуация болды, мен білем ғой ондай. Сөрде болдың ғой деші. Балуан шолақтың алдында аман беріп қойған, маған қашан беріп қойды, ұстап отырамын, полициялар маған шық деп отыр ана жерден. Ол жерде не болды негізі, митинг па? Жоқ, митинг емес, фан встреча ғой. Фан-митинг. Фан встреча болды да. Сөйтіп полициялар Нұрдәулетті орнынан алып тастаймыз деп па? полициялар келді да, сол бір бәрі келіп кетті, сөйтіп мен кет деп жатыр да маған. Мен алма қолымда беріп қойған подарка, әрнесі подаркалар беріп жатыр, алма қолымда. Нұрдәулетті орнынан алып тастаймыз. Көзім елестетіп жет жасырып отыр. Кет. Эненен кет. Сөйтіп алман берді, мен полиция итеріп отыр, төс деп отыр, емеке түсем қазір да. Сөлке түсіп жатыр ма? Жоқ, душқа. Душқа. Андай отыр. Данчо, дұрыс. Асыл, Данчо. Жақсы. Данчо, провод бар, если что. Бітіге болады. Данчо, міне. Еренен деп қой. Біз төртеуміз Жоқ, жақсы ғой? Душ дейтін дәбейіпке қалай саған? Күшті ғой? Айтайын сөйтіп, баған. Жоқ, айтасың ғой, тоқтаймын жаңа. Полиция тартып отыр, тартыш кезінде шаршап кеткен, аузым кеуіп кеткен. Еще оразасын. Жоқ, ораза ұстамам деп. Мен ұстаған ғой, біліп тұрған енді. Даниярды біраз отпускке шығара тұрайық, демалып алсын. Сізден бастаймыз оны. Мен жаңадан бері шығып кеткен ғой. Басталмай кетіп қалған. Данчик, мына жерінде 2 балта тұрса енді. Мен оны балта деп қабылдаған жоқ. Жынан, тартыш кезінде полиция бүйтіп шығам ғой, ағайындар осылай шөлдеп кеткем. Алдында тістеп қалам. Оң қолмен. Жоқ, білмеймін қай қолмен тістегенімді. Тістеп қалам да, ема деймін ба, сондай деймін ғой. Ораза екен ғой, түкір жүрем. Біреу айтады дейді, оразасы ғой сен дейді. Оразасың ғой сен дейді. Түкір жүрем, күледі да, ой дейді. Жамандады да, комментарийді жақсы. Короче, комментарий, менде лично андай күшті емне болып қалды. Өзіңе үлгі алдың ба? Мен өзім, жоқ, үлгі... Оразада тамақ ішпеген. Осылай ораза болсам екен ғой деп па. 90 миллион. Мен келдім Нұрдәулетке, барам саған. Жаңа келген адамдарға, көріп атқан адамдарға просто емнеді күшті реклама ғой, ораза ұстаңдар дейтін, жас болсаң да дейтін. Жоқ, адамдарға мен сөйтіп қабылдадым. Сториске салсыншы бет, ораза ұстаңдар, советую достар. Жоқ, одан көрі сен напрямую шақырғаннан көрі былай бір ситуацияда аяқ астынан жоқ, бұны прикол деп айтады ғой, Дархан просто айтып отқаным ғой, прикол дейді ондайды. Бағанағыда ғой. Оны ары қарай смысл әкеліп бірдеңе іздеудің қажеті жоқ та. Бұл прикол. Әзіл айтамыз ба? Ардақты ағайындар, прикол. Приколға оралайық. Таңшолпан бағдарламасынан шығайық. Иә, Таңшолпаннан шығайық. Проблемаға көшейік онда. Қазір сені қандай проблема мазалап жүр? Проблема? Қыз жоқ. Репостпен ала алмайсыз ба? Қыз жоқ проблема. Нормально репост жасап. Проблема сол. Жоқ, қыз жоқ деген кезде жалпы әлемде ма? Или нақты сенде қыз жоқ па? Өзімде. Өзіңде. Үйленгің келіп жүр ма? Жоқ. Ойнауға просто үйге шақырып алады. Әдетте қызды неге аласың сұрақ бірінші. Келатыр, жайлап келатыр.
Үйленгің келіп жүр ма сонда? Үйленген жоқ, в общем, бір енді бір екі жарты бір бүтін болып хотя бы бүйтіп сөйлесіп көргім келіп жүр да адамдармен. Сен сонда вообще жүріп көрмегенсің ба қызбен? Бұрында жүргем. Бұрында 2 апта бұрын. Иә. Жоқ, шынымен. Өмірі өте қызық өтеді де, бұрында деген 2 апта бұрын. Жоқ, мен білетін адамдардың ішінде Гала бар. Қызбен вообще жүрмейтін. Қой. Жүрмегенсің ба? Екеуміз бір атадан тарағанбыз. Екеуін көрсеңдерші. Жоқ енді Сен не? Өңшейін... Мен жаймен келетін байқадың ба? Сен чисто нүрекендерге тығып отырсың мені да. Надан басылатындарға. Все понял. жоқ, енді саған қыз жоқ, ол проблема ма, әлде бір сол қыздың болмауына бір проблема болып тұр ма? Білмеймін, менде проблема басында былай деді. Сөйлесе алмайсың ба? Жоқ, сөйлескенде мен жанымда 24 сағат 10 жігіт жүреді. 10 бала жүреді. Көмекшім, көмек достарым, блогерлер, анау мынау, інілерім жүреді. 10 бала күнде. Мен жанымда бір апта жүрген бала вообще қыз, мен жанымда ешқайсысын байды, біразын басы бойдақ. Басы бойдақ. Басы бойдақ, иә. Басы бойдақ. Қолдар аяғы бойдақ емес, короче. Мойны үйленген. Басы бос. Оң аяғы үйленіп алған вообще. Оң аяғы үйлен. Оң қол үйленіп алған. Сол қол деп айтыңыз. Жоқ, оң қолмен. Смотря кім қалай десе. Кім қалай? Ал Осындай тупойларымыз айта бер ары қарай әңгімеңізді. Жоқ, солай. Мен бұрында блогер болмай тұрып, енді ауылда жүргенде Кентауда. Мен ойлайтынмын, қызбен жүру керек Кентау қой. ол қала емес, ауыл, иә? Жоқ, енді мен Кентаудың ар жағында ауылда да жүре беремін ғой енді. Жүре бересің. Кентау. Ондай бір андай остратын сұрақ қоймасаңызшы аға. Андай бүкіл қала. Жақсы. Мына жақта бірдеңе болып жатыр. Не болып жатыр? Иә. Жақсы. Айта бер. Жоқ, негізі менде мәселе проблема енді бәріне қызығы сол шығар, енді барлық көп қоятын сұрақ қой, соны айтайын, аты ондай семейный проблема айтпай ақ қояйын, отбасының проблемасын айта берейін бәрін. Айта бер. Білмеймін, сен не айтсаң қызды айтайын енді. Қызды бітіріп алайық, иә. Бітірген. қызға бітір. Давай, олай істейік. Қыздың проблемасын бітіріп алайық. Дұрыс. Иә. Олай істейік онда. Дұрыс қой, әдемі айтып Иә, әдемі, жақсы. Жақсы. Қолдайсың ба? Қолдаймын. Болды, давай. Былай, менде қыз басында ештеңем жоқ кезде, мысалы да, даже инстаграмым, атағым, ақшам, ештеңе жоқ кезде мен ойлайтындығым, осы Алматыға барайын, кішігірім жағдайым жасап алайын, киім алайын. Жапырақтарымды былай қояйын. Жапырақтарымды. Терминатор сияқты келген ғой, короче. Қолында соткасы бар, короче. Кішігірім жағдайым істе, хотя бы қызымды киноға апаруға деген ой болатындығында, мысалы. Жасалды, шүкір. Проблема біткен жоқ бірақ. Сосын ойладым, кішігірім машина алайын енді хотя бы. Кішігірім машина. Иә, бір машина алайын жүруге, бір 35-ка. Соны оны алдым, машина алдым. Сосын ойладым, енді сәл жұмысым болсын да, енді ертең үйленгеннен кейін қалай болады рұқсат деп. Жұмысым болды, хоббиім. Сосын тұрдым да, жұмысымды тәл дамытып алайын, атақ жинап алайын енді жұмысымды. Деп атақты болдым енді кішігірім да. Атақты болдым. Кішігірім, иә. Кішігірім. Барлығы бәрі ақша бар. Енді бір кішігірім қыз керек болады. Жоқ, енді вопрос енді бұрындай қазір енді қыздарды мен не үшін жақсы көретін білмей қаламын. Қыздарды ма? Қыздар мені не үшін жақсы көретін. Жоқ, оны білу емес, мысалы ақша үшін ба, атақ үшін ба, или менің әшейін инстаграмда образым үшін ба, болмаса менің окружением үшін ба деген сияқты, жұмысым үшін ба деген сияқты. Сол вопрос менде проблема. Мен қазір соны қайсысын ажырататын білмей жатырмын. Демек типа сен таниды, типа атаған үшін жаңа тура сен айтқан нәрсені қайтадан айтайын деп тұрмын ғой. Жоқ, бұндай ойға себеп, демек ондай ситуациялар болған ғой. Жоқ, болған жоқ, мен сөйлеспеймін, просто менде қазір сондай. Ол загондарың ғой онда өзің. Загон емес, мысалы мен қазір детский травма ғой. Дәл қазір детский травмасы. Мен ешкіммен сөйлеспегенмін ғой. Ол қойыпты ғой деп. Жоқ, бір родной. Ата-анаңнан сепаратор қаймақ жасайды. Апамның несі есімде, қаймағы есімде әлі. Ол не сепарация? Сепарация. Сепаратор. Өзің кеткеніңмен, ауылдан кеткеніңмен, жаның әлі ауылда. Ата-анасынан былай рухани түрде ажырай алмаған адам. Ата-ана не қатысы бар бұл іште? Атадан тарайсың ғой, просто соны айтып жатқан ғой. Қызыма мен өзім жақсы көрсем болды емес па? Ата-анама қатысына. Сол бәрін біліп тұрсың, оны келіп тұрсың. Жоқ, былай ғой, ондай нәрсе мен басына өтті. Баяғыда мен Зиза болдым жүрдім, иә. ННН мобилограф болып жүрген кезімде десең, иә. ННН мені көріп жүрген кезде деп ННН мені көріп жүрген кезде, типа, КВН ойнаймын ол кезде, и сондай қыздар болды менде де определенный андай. Типа, өнерің үшінде или жаңағыдай, типа, өнеріңе ғашық болып жүр ма, или сенің өзіңе ғашық болып жүр ма, түсінбейсің, короче, бар ғой. Сол үшін Африкадан алу керек қой. Ешкім танымайды. Сен танымайды. Сол дұрыс қой, танымайтын адамды алу керек, короче. Ол мүмкін емес пе әлде?
мүмкін емес бәрі болады алмайтын да бірақ бар ондай қыздар, отвечаю. Енді нет ничего невозможного ғой. жоқ ондай мен сөйлеспеймін онымен қыздармен вообще. Енді ол особо андай жоқ мен шын айтсам киноға барып былай көп не қылмаймын өйткені потому что мен мысалы бір қызды көремін ба осы қызбен хотя бы инстаграмда сөйлесіп жатсам егер ол менің қызым бағандай менің не атағым емес бағандай осындай заттарым емес болып сөйлесетін болсам барам а ондай нәрсе болмай жатыр да бәрі мен сені анау жақсы көремін анау жақсы көремін бәрі енді күшті сыйлайды менің немді сыйлайтын шығар жұмысымды сыйлайтын шығар мен істеген істерімді мен өзімді Еспін деп сөйтіп сыйлайтын шығар да мысалы да бірақ мен шын мәнісінде жеке көшеде ешкіммен таныспаған екенмін былай барып сен орыс қыздармен негізі үлкен проблема. үлкен проблема иә шынымен Орыс қыз орыс қыз татар метиска ма біреу орыстар да таниды ғой бля мен нурикке ұстап отырмын нурик вообще аккуратно жыртылудың несі екен да иә кайф қой. біз соны ілініп отырмыз иә жоқ сен хорошо саған жазған қыздар туралы айтып жатсың ғой. жоқ мен вообще өзімнің проблема менің проблемамды сұрап отырған жоқсың жоқ енді менің проблемам осы ғой шешпесін иә жоқ мысалы бұл проблема жоқ шешуге енді біз көмектесемайсыздар ма ну проблема примерно осындай выходтар бар деп айта аламыз. проблема нөмірін бере аламын бір қыздың жоқ біз анықтап алайын деп отқаным ғой. Саған жазған қыздар сені тани ма или сен бір қызға жазсаң уже сені танып тұра ма? Допустим бәрі танысыншы. сен сөйлеспегенсің ғой просто да. жоқ мен бәрін сырттай таниды ғой бәрі біледі ғой кетіп бара жатқан кезде суретке түсіп жатса жынды емес шығар дейді бәрі сұрайды кімсің сен жұмысың не инстаграммен жазасың или ватсаппен жазасың жоқ сен до конца ватсапта неше подписчик сенде? сен ананың ватсапта просмотр сен инстаграмдағы жыртып алады братан. Сен ата анаң кентауда ғой. Иә. Атастырып қойған ұлым осындай күшті қыз бар дейтін. Ауыл молдасына хат таныған. менің анам ондай қарамайды анам өзім сүйген жарды дейді болды. Өзің таңдайды. өзің таңдайды сосын көрсет. Сарайшық болды. Так. Жоқ бүйту керек ол невозможно же. Былай ғой сені де менсінбейтін қыздар бар ғой. жоқ бар ғой танымайтын қыздар да бар ғой. мен бар просто іздеу керек сияқты менің ойым. мысалы менің мамам десе жоқ мен танымайтындар мен тани берсін мен НННнің баласы болуға дайынмын батя машина алып бер батя машина алып бер тез жоқ менде сондай проблема деп отқан мені жақсы көрген сыйлаған жаман деп отқан жоқпын иә может ол шынымен жақсы қыз мен бірақ білмеймін деймін енді сөйлесіп дайрегін бәріне қайтарып жоқ мен айтқаным сол ғой сен өзіңе жазған қыздардың ішінен таңдап жүрсің. аяқ ұстама менде короче андай нәрсе бар ғой жақсы көрмейді саннан бұрып осы екен ғой десе мен қызбен сөйлесу тоже опасен егер брат қатын ұстап алса ма опять же тик ток бар ғой қатын ұстап алса Ол ма сенің случайыңда. ол сенің случайыңда бір қыз тоже бір хайповать етті емес ННН мне мынандай жазған деп переписка скриндарын лақтырған бірақ та ол емес енді мен білмеймін НННнің бүкіл история болезни бәрін біледі екенсің ғой. брат қай үйде тұратынын біледі ғой. түнгі 2 жыл бұрын қайда тұрғанын біледі терезеге қарап тұрады ННН шығып қалатын шығар деп жылап тондырып тастап өткен күні туысқандарың келеді ғой Көктөбеге апарасың, Шымбұлаққа апарасың, ННН тұратын мына үйде біз мына жерде футбол ойнаймыз, мына жерде ННН тұрған. Если что, бумага сат. Иә. И ол да негізі опасно ғой, иә? Кіммен сөйлеп? Жоқ, директте сөйлесу опасно болғанда, енді сөйлесе бересің, кіммен бәрімен сөйлесу. Осы жерде директін аша аласың ба? А? Аша аламын директ несін? Давай, Карик. Не көрді? Директ ашсың ба? Мысалы, оқып көрейік. Налар бәріне қызық керек. Давай, кеттен аша. Ашсын ебала, қарақла. Біреудің айыбын ашайық, ал. Осы керек. Жоқ, имеется в виду қандай, может, күшті тірілдеп жатыр ма Нурик уже? Менде еркектер ғой бәрі асыл. Мына запрос ашайық онда. Мутный болып тұр что-то. Запрос ашайық міне. Запрос. Мен оқсам болады. На леттен шығара алмаймыз, бля, жағдай жоқ. Кедейміз біз. Біз машина өртемейміз. Бала ғой, бала ғой. Бала ма? Бала ғой. Пацан. Натионда бала ма? Жағдай сұрайды. Үйге жібереді. Мынандай, әшейін жүрек. Реакциялар, көп реакция. Міне Нұрдәулет, мені оқысаңыз екен. Тихо, давайте, эфирдан көреді мынаны точно. Нұрдәулет, сәлеметсіз бе? Нұрдәулет, мені оқысаңыз екен. Қазір қиналып тұр едім. Бизнес бастадым. Реклама дұрыс болмай жатыр ма, жұмысым жүрмей жатыр. Бизнесті кредит алып бастап едім. Сәлемен Шонбай деймін. Банкрот болып қалған. Сәлемен Шонбай.
Қыздардікі керек еді да, типа... Да, мен Несі керек рандомда қыздардың? Нурик бүйтейін. Бүйтіп бір сообщение. Жоқ, көбінде реакция екен. Андай типа күшті от, жүрек дейтін нәрсе. жүрек сондай ғой. бірақ қарайсың иә қандай қыз екен деп. Жоқ, директ мен лайк басып шығым, егер күшті маған тілек жазса, бәріне лайк басамын, өйткені мен көрдім деген сияқты знак та. Мен лайкым толып жүр өйткені. Сол ойлауым мүмкін бәрі лайк. Лайкың шаша бермейші әр жерге. Өткенде бір Дубайда түскен бір қыздың фотосында көрдім. Лайк баса беремін бәріне. Иә, купальникпен. Мен әдемі болса неге аямасқа баса беремін? Жоқ, несі лайк те бір нәрсе емес шығар, ештеңе емес шығар. Лайк үшін ұрысатын болса енді қоя беремін. Лайк харам ба деп сұрақ қойшы. Да. Ана бір Нұрғали ма Нұржан Имамнан сұрау керек, иә? Сол ұстаз. Лайк харам ба? Қай жерінде басқанына байланысты шығар. Сіз апрелден бір уақыт кедей болып қалдыңыз. Андай Сәл ақша светке төлемедіңіз. эфир үшін деп бастасам. Дикий лайк, не дикий лайк. Уже күлкілі емес. Иә. Кетіп қалды. Жоқ кейде андай мен андай Қазақстан Ақтөбе дейтін каналдың журналистері сияқты сұрақ қойып жатырмын. Бір кейін апрелден бір уақыт сондай сұрақ қойыздақ болдым. Осы сөз үшін бар ғой, Қазақстан Ақтөбенің директоры саған шығуы мүмкін. Бізге кеште, бізге. Не сұрақ деп. Сояққа бар, ененен шақырсаң. Мяу. енді өз Вообще андай мен көремін ғой. Вообще. Жоқ, мен проблема не болды, шешімей ма не? Сен проблемаға келе жатырмыз, жайлап келе. Менде андай случай болды, короче. Мен үйленген кезде, енді мен әйелім семейдікі, мен де семейдікімін да. И семейде примерно қызбен танысаң, по-любому біз енді кезінде ойнаған кезде жайдарманда 2010 мен 2015 ортасында ойнадық қой. И семейде по-любому сені танитын қыздар. Көбі таниды. Бәрі демей қойын тоже. Сізді. Енді біздің команданы по-любому таниды. Где-то 8 адам ойнадық қой, 8 адам точно таниды. Сізді дедім ба мен? Иә. Каспийне қанша ақша бергенсіз? 3600 теңге қойдым. Сен. Арзымды қайтар? Сізді таниды, иә? И, короче, мен сол болашақ әйеліме каким-то образом интересный шығып тұрады ғой. Фотосы тұр екен де, фотосына кірсем, бір сторис тұр екен. Сторисына кірдім де, Гарри Поттер кітап тұр да, фотосы. Өте қызықты кітап. Оказывается, фильмнан қарағанда қызықтырақ деп жазды да. Өте қызықты кітап деді, мен жазып жүрдім, короче. Фильмнан қарағанда қызықты ма деп жазып жүрдім, просто болды, ұмытып кеттім. И ол жауап береді маған ертеңінде. Я негізі, короче, кітабында көп детальдер бар екен деп, сөйтіп сөйлесіп бастап кеттік. Гарри Поттер жайлы ма? Иә. Нағылайды, семейде еще. Семейде, брат, иә. Сөйтіп, оказалось, что мен әйел мені вообще танымайды, короче. Енді... тек Гарри Поттер таниды. Жоқ, Сонда оның сен Гарри талғамы... Поттердан тарайсыңдар ма? Мен әйелін талғамы менікіне вообще бөлек. Оныкі юмор көрмейді. КВН көрмеген, оныкі кітап. Может, телевизор болған шығар? Возможно, телевизор болған шығар. Кітап, музыкасы классический, көретін нәрсесі вообще басқа да. И сөйтіп, маған приятно было то, что ол мені танымайтыны. Сен какой-то бір пацан маған жазып тұр деген сияқты. Сөйтіп сөйлесіп кетті де, танысып, еще 3 жылдан аса жүрдік те, сосын үйлендік, короче. Танымаған адаммен сөйлескен вообще кайф деп тұрсың. Иә, вообще саған сен неметпейді, скидка жасамайды саған. YouTube, осы выпусктың YouTube-насына бір комментариясын айтып берейін ба? Қандай? Алдын ала. Сен кәде ешкім танымайды бояп дейді. Немене жоқ, мен сол кезде айтып тұрмын. Мен танымайды. Сен любой қызбен дәл солай сөйлете аласың. Өзінше отырып. Мен өзінше отырған жоқ, мен саған айтып отырмын. 2010 мен 2015-те қалды отқан. мен көрмеген түсіндіріп отырмын. Тарған, мына жақта біз юморный не түсіріп жатырмыз да сол. Жоқ, тани берсін мені. Тани берсін, брат, сен де тани берсін. Көкем өртеніп кетті. Тарған, бүйтіп қалып қалды, есі қалып қойды. Инстаграмның жаңағы дайрегінде қалып қойды. Жоқ. 2010 мен 2015-тің арасында семейде Жол жоқ. танымал болып. Жол жоқ, брат. Қазір де жол жоқ қой. Жоқ, брат, таниды ғой, білеміз, таниды ғой бәрі сен. Нормально. Жоқ, мен саған айтайын деп Брат дей бере ма, атын білмейді. Вдруг? Антыға брат. Атын білмейді, брат. Ат жаттай емем, шынымен. Келесі жолы бірдеңе қылып жазып алайыншы мына жерімізге. Ешкім ат жаттай емем, мен сөзін ашып. Жоқ. Б, В, Г. Мен ойын аяқтап тастайын? Да. Иә, ойын аяқтап тастасын. Шұғыла би ансамбль сияқты кетті. Сенер кеткен. 30 жастағы шұғыла би ансамблі. Короче, мен айтайын дегенім, мүмкін саған қыздармен жаңағы дайректке жазатын ба, танысып көру керек. Оның арасында мүмкін, бірақ та 1 700 000 слишком палево, иә? Подписчик 1 700 000 ғой сенде? Бағана айтын да? 3,5 миллион. 3,5 миллион. Бля, мен қай жылға
Просто қыздар мынаны көріп алады да, бәрі танымаймын сені, анау мынау деп шыға Өтірік берді. маска. Иә. Жоқ, мәселе ода емес, мені тани берсін, мені уважать ете берсін. Бірақ менің жұмысыма емес, өзіме ғашық болса болды да. Менің жұмысыма, ақшама, саған атағыма. бүйту керек. Сен өзіңе Танса маған приятно сен қайтеді. өзіңе ғана сырттай қалай ғашық болады, сөйлесу керек қой. Сөйлесу керек. Проблема сол, кіммен сөйлесем, соны Жоқ, қызбен сөйлесіп көрші. қызбен сөйлесесің. Әлемде екі адам бар. Ол қыз. Басқа выбор жоқ. Ол опасно. Ол опасно. Жоқ, қара, ж деп тұрады. Иә, туалетке кіретін. Мыға кірмейсіңдер, жыға кіресің. Жыға кіресің болды. Жоқ, мен былай ойлаймын, қарашы. Мен бірақ мынандай нәрсе бар. Тихо, ебан! Здесь батя говорит. Жоқ. Халқым рахмет. Осы мен былай ойлаймын ғой. Бір уақыттары, короче, мен бәрін қойдым деп, да, типа, сен бір күні, да? Типа, уақытша өтірік просто. Уақытша мен мына бәрін тастадым, 35 жыл. қойдым, ештеңе істемеймін, короче, деп, да? Бір жылдай ма, пауза, короче, творчествоңда. Жасай аласың ба сондай? Неге? Жоқ, просто қарайын деп едім ғой сен. Құлдырағаныңды қарайын деп едім ғой десең. Жоқ, осы жерде шынайы қыздар, мысалы, бір қызбен сөйлесесің да, типа, и оның шынайылығын тексеру керек саған. Ондай тексеру қатты қымбат тұрса керек емес ал. Значит, дүние жағында. Дүниеде болып тұр ғой. Ниетің дұрыс емес. Дүние кіріп кеткен, жүрекке дүние кіріп кеткен. Жоқ, қыз кіре алмай жатыр. Еще оразасын. Жоқ, менің мәселесі. Дүние жүректе емес, қолда тұру керек. Менікі қолда екен. Жоқ, мен сондай шешім Уағыз ойлаймын. несін қосып жібере салшы, фонын. Менікі қолда екен, бәрібір шығар өйткені. Ең көп. Сен дедің ғой, құстар әніне деген әнге ұқсап кеткенше. Құстар сызылды, ән салады. Үстіне біреу егерде дейді. Егерде дейді. Ауаны Албырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шығар сезімде. Спасибо! Жоқ, керемес, ары қарай қыздар шақырған жоқсыз біз. Жоқ, мен жаңа проблеманы айтып отырмын ғой. Ең шешу жолы солай деп ойлаймын. ННН мырза. Жоқ, бір жыл. Бір жыл қиын ба? Қиын бір. ННН аға. Мәселе ода емес. Просто андай нәрсе бар да, мен басқа адамдар сияқты кез келген мен қызбен жігітпен жүріп, Басқа адамдарым, басқа да. жүріп, қайта жүріп, ұнамай қалсын, қайта ажырасып кетіп, жүріп, ұнамай қалсын, қайта ажырасып кетіп, олай істесем точно табатын білем бір қызды. Бірақ мен олай істегім келмейді, потому что мен бір қызды таптым ба, сол қызбен үйлену ретінде жүру керекпін. Ал егер уақыт өткізу үшін, таңдап көру үшін, сынап көру үшін болса, уақыт өткізетін нәрселер көп. Гольф ойна, компьютер ойна, жұмыс істе. Бала адасқан. Адамның өміріне ойнаудың қажеті жоқ деп ойлаймын аз. Ол өте дұрыс, бірақ сол үшін де сөйлесіп бастау керек. Сөйлесу уже жүру емес. Практика керек қой любой нәрсеге. Сөйлесуге практика деп жатыр, сөйлесуге. Бала адасқан, жаңағыдай құрметті әріптестер. Травма бар бұда. Детский травма айтып тұрмын ғой. Детская травма. Кішкентай кезінде садикте бір қыз сөйлеспей қойған. Бір отказ Кішкентай кезде садиктегі қыздар көбісі сөйлемейді негізінде. Сен сол факты ұмытпа. Бұл привет дейді. Қыздың көз жасына қалған. Қыздың көз жасына қалғандағыны бала адасқан. Бала тұманда. Еще осыны бір пенсияда әже айтып отырсайыз. Сіз не дейсіз осы тұрғыда жасыңыз 80-нің төңірегіне келді ғой. Сол орайда мына кісі үйленбеген. Мен дәл осы жылы үйленсе үйленді. Жоқ, сізде Нұреке бар ғой. Горбачевтың кезінен келе жатыр. Айт сал, айт. Нұреке бүйтіп те айта алмайды да, кім сияқты, Нұрек сияқты. Мен бәрі таниды. Менде дүниеме қызығама, түріме қызығама деп. Ешқайсысын айта алмайды да Нұреке. Мен былай Минус па? Заметкинде минус. Ағайлар, мен толқын газетінен келіп отырдым, айтып жіберсем. Айта беріңіз. Мен бәрін танимын дейді. Подписчиктерін бәрін таниды ғой, 37 адам бәрін таниды. дәл солай. Айта бер. Директіңді көрсетпей ақ қойын. Сен үйленуге дайындық. Дайректте сізде бір ақса сөйлеу, мамаңыздан қайт. Мен мына нәрсе айтып жіберсем. Айтып жүріңіз. Қаза болдың ба? Сөз аузыңызда. Мына саған тема келетін сияқты. Қайсы? Мынада кітап бар, короче. Дайындықсыз үйленбе дейтін кітап бар, короче. Шынымен ба? Иә. Кітапты оқып жүр, дым пайдасы жоқ. Оказывается, үйлену керек екен ғой. Енді кітап жайлы айтшы ол. Не ақыл айтады сорады. Кітаптың авторы мынау? А? Нұреке кітап. Өз жазған ғой, туалетте отырып.
Жоқ, кстати, Нұрекеңде бір период болды ғой, сіз 2 жылды жүрген кезде қатты популярный болдыңыз. Сол кезде неге үйленбедіңіз? Ең бірінші Қазақстандағы жоқ ютубер дайындық ғой сіз негізі, үйленбей ютубер. жаздыңыз ба жоқ сондай Ешкім кітап бар. шапа алмайды. бәсе Ең бірінші Қазақстандағы Нұрекең, мне ютубты кажется, алып тоже келген. сіз бұмен де сталкивались. Менде сөйлесе алмау емес, мен сөйлесе аламын. Ага. Сөйлесе аламын. Енді дұрыс қой, енді 37-тесіз ғой, сөйлесе аласыз ғой. Мен ана жігіттерден плавно переход жасағанмын. Сөйлесе аламын, но келісе алмайсың. Бір өзім көрермен ұзақ білгенмін. Давай кеттік. Мен көрермен бош. Аға, болыңызшы, пожалуйста. Жоқ, негізі Нұрдәулеттің айтып жатқаны дұрыс. Бір қызға үйленем деп сондай ниеттену керек. Бірақ ол деген сөз жүріп барып қана деген сөз емес. Деп кәдімгідей кітап жазу. Әдемі кетіп жатыр. Сөйлесіңдер ма? Бірден болайық, айта беріңіз. Сөйлесу керек деп жатқаным ғой. Просто сен айтып отырсың, сөйлесе алмаймын деп жатсың да? сөйлесе аламын просто мен қазір шынымен уақытым да жоқ Ой, сен проблемаң бар. Қашып жүрген адам екен ғой. Сен просто үйленгің келмей жатыр. жоқ үйленгім келеді қатты үйленгім келеді Мысалы. Бұда бір айтып тұрмын ғой, бір давай бұда Табайық. адасқан. Бұл бала травма бар, өзі білмейді. Жүректегі махаббаттың орнын дүние басып алған. Дүние бар. Жүрегіне машина соққан. Қадалып қалды. Нұрек, сен осы танымал болғанға дейін бір қызбен сөйлесіп жүріп деген болды, иә? болды Ол қыз қайда? Вот содан травма алған ғой бейшара. Ол қазір қайда? Қазір ол кіндік мама. Міне, Тұрмысқа шыққан, міне, ұмыта алмай жүр. жүрегі жараланған. Жүрегі жараланған. Вердикт, жүрегі жараланған. Ол қыздың атын айтуға болады ма? Қараш, негізі күліп тұрғанмен көзінде мұң бар. Көзінде мұң бар. Мұң бар. Мына жерге қара кезек сөйлені қойылады тиктокта. Қап-қара фон кетеді, сонымен үш жерде мен өте тараласың. қатты эмоциональный адам емеспін негізі Да? егер мен осознанно ажырассам болды осознанно мен оны ойламаймын Да? ал егер да Мен үшін ажырасу деген уже некелі адамдардың. жоқ бәрібір брат осознанно қосылсам Олай да ажырасқам десе. Олай да ажырасқан. осознанно қосылсам мен тастамай отырсам өйткені любой нәрсе осознанно істеу керек та сондықтан да мен ажырастым оны ойлап ондай травма ештеңе жоқ шынымен мен кітапты оқымаған психология ештеңе бармаған Көп жаралы адам үстіп айтады. Иә. Ішіп алған адам мас емес деп Проблеманы. Мас емес. Проблеманы мойындамайды. Мас емес жігіттер. Бұтына сүйіп тұрады, мас емес. Проблеманы мойындаудан қашып. Давай, короче, мен ойымша бұл проблема шешімінде Нұрикқа сөйлесіп көру керек қыздармен. Жәнегі мүмкін ішінде жоқ былай істейік сөйлеспей ақ қояйықшы одан Неге? сендер акимат сияқты екенсің проблема айтсаң шеше алмайды екенсіңдер Енді Қазақстан ғой былай істейік жоқ, мен кеңес беріп отырмын. Бізде Мен өзімнің 4 вариант ұсындық. И сен төртеуінен де қаштың просто. Көрдің Төртеуі дұрыс бе? емес. Акимата вариант ұсынған жоқ. Ақшалай сұрап жатыр. Ақшалай сұрап. ақшалай көмектес Мен ойымша сөйлесіп көру керек, мүмкін ішінде қыз табады. Сен ойынша? Мен ойымша жаңағыдай окружение бірінші очередь влиять етеді. Всегда ұлдар, да. И сен қызбен кездесетін жерлердің бәрі чисто или біреудің патиі, или бірдеңкенің ашылуы. Вот осындай да. И сен, возможно, бір уақыт сен өз-өзіне уақыт бөл. не істеймін брат айтшы қаға барамын Мен дос бол. Екі адам дос болайық. Қарапайым халықпен аралас деп жатыр ғой. Жоқ, ол емес. Просто жаңағыдай, возможно, давай. жоқ жауабым жоқ қиын да сөйлес брат мен кіммен сөйлесемін адасқан деп. Дайректте болған кезде Жоқ, мынандай нәрсе деп ойлаймын. Кез келген нәрседе окружение, сәл девчачье окружение или жаңағыдай дәке қазір лақтырмаңыз баланы. бер жібересің ба, брат? Иә, асырап аламын қазір. Жаңағыдай окружениені чуть-чуть өзгерту керек деп ойлаймын. Окружение чуть-чуть, типа бір балам кетіп деп па, классқа бара келіп па. үйленгендердің арасында жүру керек қой. Мынандай нәрсе деп ойлаймын. Возможно, да. Сіздің балаңыз өсіп қалды ма уже? Иә, біздің балам өсіп қалды уже. Мынандай нәрсе деп ойлаймын. Просто ол өзінің адамы кездескен жоқ әлі. иә Өзінің адамы кездеседі бір күні. Ол іздемесе қалай кездеседі ол? Жоқ, ол мен де іздеген жоқпын. И адам өз адамы кездеседі ғой. Сол кезде бәрін тастайсың, брат. Мен серьезно айтайын. Тек өзің уақытыңды күт и все болды. Хе-хе, құтылып кетесің ғой. Жоқ, мен ана жерде бір ауру сияқты сезгендім өзім сен былай ой, айтқан ғой. Кемпірлердің бас қосуы сияқты болып жатыр ма? мына мен суым ба Сен суың. кішкене әңгіме айта Осын ішесің ғой. Иә. Ішесің ғой. Иә. Сразу. Туалетке Қорытылаңыз да. Иә. Сіз қорытындайсыз ба? Мен бастығым бар. Я сен бірдеңе оқып жібер, сонымен туалетке Жоқ, мен айтып жатырмын ғой. Сен просто бәрінен қашып жүрсің. Сенің решениең өзіңнің тапқан шешімің тек соцсеттен іздеп жатсың сен. Дайрект. Содан шыға алмай жатсың ғой сен. жоқ емес вообще дайрект оқымаймын қыз іздеп мен қыз іздеп клубта жүрмеймін патида жүрмеймін дайрект оқымаймын
ештеңе істемеймін мен. Мешітке бар бауыр. Өзі айтып тұр ғой, ештеңе істемеймін дейді. Ештеңе істемейсің. Амал өзіңнен болу керек. Иә. Амал өзіңнен болу керек. Сен әрекет жасайсың. Әрекетке берекет деген бар қазақта. Керемет. мен Түйін деп есептеймін. Иә. адам өзі қандай сондай адам жолады. Мен Нурикті былайынша білемін, өте жақсы жігіт, өте қарапайым. Өте красавчик. Өте красавчик жігіт. Негізінде сондай шынайы, Ешқандай, жақсы жар, шынайы. жақсы қыз жолықсын мен как. Болды, все. Тілектеспіз. Бұл жерде бұл шоуда иә бұл жерде проблема просто талқыланады. Решение өзіңде. Өзінен бастау керек, давай. Біз сені шешім қабылдауға итермелейміз, болды. Болды. Сендерден кейін үйленіп кетсем, айтам ойдақтарына осыған Түсінеді. Все. Онда бүгінгі кешімізді, шоуымызды аяқтайық. Бүгін бізде қонақта болған ініне Нұрдәулет. рахмет. Көп рахмет.